Бала болашақ, ал бүгінгі ойын ертеңгі өмірдің бастауы. Бүгін біз қарапайым ойын арқылы үлкен өмірдің бастауын көрсетеміз. Бүгінгі сюжеттік рөлдік ойындардың тақырыбы адамдарға қажетті мамандықтар туралы. Біздің мақсатымыз баланың жүрегіне мейірім ояту. Әр мамандық маңызды, әр еңбек бағалы екенін сезіндіру. Ендеше жүріңіздер, бірге тамашалайық. Бұл біздің құрылысшылар. Құрылысшылар екенсіздер. Ал, балалар, сіздер не салып жатырсыздар? Үй салып жатырсыздар ма? Бала бақша? Ой, қандай тамаша. Құрылысшылар, жарайсыздар. Бұл ойын арқылы бала ұйымшылдыққа, еңбексүйгіштікке үйренеді. Кішкентай құрылысшылар, сіздер өскенде құрылысшы болғыларың келе ме? Жарайсыздар, сіздерге сәттілік тілеймін. Ал мынау бізде кімдер екен? Аспазшы. Аспазшылар екен. Аспазшылар не дайындап жатыр? Тамақ. Қандай? Салат. Дәмді салат дайындап жатыр екенсіздер. Жарайсыздар, аспазшылар дәмді тағам дайындап, адамдарға үлкен қуаныш сыйлайды екен. Бұл ойын арқылы балалар тазалыққа, әрі қамқорлыққа үйренеді. Сіздерге аспазшы болған ұнай ма? Өскенде кім аспазшы болады екен? Жарайсың. Ал осы аспазшы туралы кімді ақпақ біледі? Мен. Айта қойшы. Дастарханды жаямыз. Анан отырып, тамақ жасаймыз. Ой, бәрекелді. Сіздерге сәттілік тілейміз. Қазір дәмді салаттарыңызды біз дәмін тататын болармыз. Ал мына жерде қандай мамандық иелері екен? Сіздер кімдерсіздер? Біз дүкеншіміз. Дүкеншісіздер ме? Ой, бәрекелді. Дүкеншілер адамға қажетті заттарды ұсынады екен. Солай ма? Бұл ойын арқылы бала сыпайылыққа, әрі мәдени қарым-қатынасқа үйренеді. Мына жерде қандай мамандық отыр екен? Дәрігер. Жарайсыз. Не істеп отырсыз? Ал емдей ғой. Өскенде мен дәрігер боламын. Жарайсың. Саған сәттілік тілейміз. Ал бұл біздің зергерлік шеберханамыз. Сіз кім боласыз? Мен тігінші. Сіз не тігіп жатырсыз? Терезеге жатқыз тігіп жатыр. Ой, қандай керемет, тамаша. Сізге сәттілік тілеймін. Өте тамаша екен. Ал сіз не тігіп жатырсыз? Қандай әдемі түсі. Тамаша. Ал сіз не дайындап жатсыз? Мен сөмкені дайындап. Сөмке дайындап жатырсыз. Өте әдемі екен. Қараңызшы, оюлары қандай керемет. Қолыңыз шебер екен. Ал сіз не дайындап жатырсыз? Мен басет. Моншақты? Моншақ жасап жатыр екенсіз. Ой, қандай. Мам, бәрін өзің өткіздің бе? Керемет. Міне, балалар әр мамандықтың қаншалықты маңызды екенін көрсетті. Әр мамандық құрметке лайық. Мүмкін бұл ойын болашақ маманның алғашқы қадамы шығар.